Сәлем достар, сіздермен бірге Қарлығаш, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі таңда хит болып жатқан баялдыдан жасалатын тіске басатын екі түрлі жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен баялдыны жуып тазартып алған соң, осылай орташа қылып, ұзынша кесіп шығамыз барлығын. Баялды бізде өте жұқа немесе өте қалың болып кетпеу керек, орташа болу керек. Одан соң бізге жұмыртқаға мен кішкене тұз қостым. Одан соң ұн және панировочный сухари қажет. Мен қазір панировочный сухариде жасалған түрін жасап жатырмын. Ең алдымен ұнға, жұмыртқаға, одан соң панировочный сухариге аунатып дайындап шығамыз. Міне қазір тағы видеода тағы да көрсететін боламын. Міне барлығын осылай видеода көрсетілгендей дайындап шығамыз. Енді екінші түрін жасап көрсететін боламын. Ең алдымен ұнға аунатамыз, одан соң жұмыртқаға. Осылай барлығын дайындап аламыз. Міне, мына жақта мен бірінші түрі баялдыдан жасалған ұнға, жұмыртқаға аунатылған түрі, ал мына жақта панировочный сухари қосылған баялды. Қазір енді қызып тұрған майда қуырып аламыз. Қызып тұрған майда екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Енді панировкасы жасалған баялдыны екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Енді начинкаларын дайындайтын боламын. Ең бірінші панировкада қуырылған баялдының начинкасы қызанақты ұзынша қылып осылай турап аламыз. Енді екінші түрінің начинкасын дайындайтын боламыз. Қызанақты төрт бұрышты майда қылып турап шығамыз. Одан соң укропты турап шығамыз. Жаңағы майда қызанақтарымызға қосып араластырамыз. Енді тіске басарды жинайтын боламыз. Панировкада қуырылған баялдыға сарымсақ қосылған майонезді жағып шығамыз. Лист салатаны шетіне қарай қоямыз. Одан соң қызанақты саламыз. Енді осы баялдыны орайтын боламыз. Енді екінші панировкасы жасалған түрін орайтын боламыз. Соусымызды жағып шығамыз. Одан соң укроп қосылған қызанақтарды баялдының шетіне қарай қойып, әдемілеп орап шығамыз. Видеода көрсетілгендей.
Панировкасы жасалған түріне бальзамический соусты үстіне қоссаңыздар өте дәмді болады. Ал бұл панировкада жасалған баялды. Міне баялдыдан дайындалатын тіске басардың екі түрін жасалу жолын көрсеттім. Міне осындай тіске басарда өздеріңіздің отбасыларыңызға, жақындарыңызға және келген қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады. Дастарханда өте әдемі көрінеді және ең бастысы өте дәмді. Және де видеоның соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Көп рахмет.